1983 жылдың аяқ шенінде Илья Есенберлин қайтыс болды. Бұл қазақ әдебиеті үшін Әуезов пен Мұқанов өлімінен кейінгі ең ауыр қаза еді. Ильяс Есенберлин мұхиттан өткен қайық атты бір роман қанша күш салса да шығара алмай кетті. Бұл да сол кездегі тоталитарлық жүйені жеріне жеткізе әшкерелейтін реалистік шығарма еді. Кітаптың жарық көруіне орталық комитеттің идеология жөніндегі хатшысы Имашевтан бастап, сол тұста баспа маңында жүрген белсенділер түгелдей қарсы болды. Алматыда қазақшасын шығаруға тыйым салумен тынбай, романның орысша аудармасы Мәскеудің Новый мир журналына басылайын деп жатқанда, осы жақтан хат жазып тоқтатып тастайды. Жазушыны 10 жылдай әуре еткен осы шығарма оның жүйкесін тоздырып, күш-жігерін сарқып кетті. Сонан кейінгі бір шырғалаң Есенберлиннің көшпенділер трилогиясы Лениндік сыйлыққа ұсынылған. Морис Семашконың аудармасында романның орысшасы да сәтті шыққан еді. Ілекең бұл жолы сыйлық алмаймын деп ойлаған жоқ. Тілектес қауымды зор үміт артты. Өйткені дәл сол жылдарда бір халықтың 4 ғасырлық шежіресін қамтыған мұндай ауқымды шығарма ұлт республикалары түгіл орыстардың өзінде де жоқ болатын. Оның қасында соңғы турға дейін Есенберлинмен таласып келген грузин жазушысы Нодар Думбадзенің Жұқалтаң романы сол тұста әркімдер-ақ жазып жүрген жай қатардағы нәрсе еді. Бірақ керегі не? Берекесі мықты, ұжымы берік грузиндер мен қазақтың іштеріне шынашақ айналмайтын күншіл арыс қойлары екі жақтап жүріп Лениндік сыйлықты Есенберлинге емес, Думбадзеге алып береді. Әлі есімде, Мәскеу жақтан сәт сайын хабар күтіп жүрген сондай тағатсыз күндердің бірінде жазушылар одағында Ілекеңмен жолығысып қалдым. Ағамыздың қабағы пәс, иығы солыңқы екен. Жай жапсар сұрағанымда, Мәскеудегі жағдай мәз емес деді Ілекең, баяу күрсініп. Бұрын аппараттағы біреулерге сенбей жүруші едім. Кеше сол жақта жүрген комиссия мүшесі Шыңғыс Айтматовпен сөйлестім. Грузиндер Думбадзеге сыйлық әпереміз деп артынып-тартынып Мәскеуде жүрсе, мұндағы біздің ағайындар менің үстімнен қарша боратып, арыз айдап жатқан көрінеді. Мыналары сұмдық қой, сонда не дейді олар? Сол баяғы сарын Есенберлиннің романдары хан сұлтандарды мадақтайды, феодализмді көксейді. Бүлікшіл Кенесарыны дәріптеп, ұлттар достығына ірткі салады. Қазақстанда ол кітаптарды халық қабылдамай, кезінде қатты сынға ұшыраған деп, жаппаған жаласы, жақпаған күйесі қалмапты. Орыстардың да ішінде ит өліп жатыр ғой. Орталықта отырғандар жаңа сөздерге иланып қалған сияқты. Арыз жазғандар кім екенін білдіңіз бе? Олардың кім екені былай да белгілі емес пе деп Ілекең терең тыныс тартты. Өздерінен басқаға болсын демейтін, сол баяғы өзің білетін топтың адамдары. Қабдеш Жұмаділов таң ғажайып дүние ғұмырнамалық романынан. Ильяс Есенберлин Алтын Орда, көшпенділер сияқты ауқымы жоғары тарихи шығармалар жазған қазақтың көрнекті жазушыларының бірі. Ал оның мұхиттан өткен қайық романы 60-шы жылдары жазылғанмен ұзақ уақыт жарыққа шықпаған. Жарыққа шықпауына не кедергі болды? Тіпті романын шығару үшін Брежневке де өтініш хат жазған. Деректерге сүйенсек, романның жарияланбауының бір себебі Есенберлиннің жаңа романы проблемалық шығарма. Бірінші проблема 10 шақты беті Жұмабаев, Байтұрсынұлы секілді алашордашыларды ақтау керек дегенге арналған. Профессор Жандос Смағұлов бұл роман туралы Ильяс Есенберлин тоқырау жылдарындағы күрделі әрі шектеулі талаптарға қарамастан 32 жылғы ашаршылық зардаптарын, тың эпопеясы кезіндегі кейбір келеңсіздікті, ел басқарған біраз қайраткердің болмыс бітімін шынайы жасауды мақсат тұтқан, сондай-ақ қазақ тарихын таныту, сол тарихтың әрқилы кезеңдеріндегі азаматтар тұлғасын көрсетіп беру роман желісінен өзекті орын алған деп жазады. Алаштанушы ғалым Ғибрат Дулатұлы Есенберлиннің Қаһар, Алмас, Қылыш, Жанталас сияқты тарихи романдарды жазғаннан кейін өзінің заманында өмір сүрген
Қонаев секілді тұлғасына бір роман арнап жазғысы келген, мұхиттан өткен қайықты жазуының сыры осында. Есенберлиннің өмір сүрген заманы кеңес үкіметінің күшейіп тұрған кез екенін айтады. Өкінішке қарай, бұл шығармасы жазушының көзі тірісінде жарық көрген жоқ.